2023 жылғы 10 қарашада Қазақстан мен Қытай арасындағы визалық талаптардан өзара босату туралы келісім күшіне енді. Қазақстан бұл келісім ның Гонконг және Макао арнайы әкімшілік аудандарының аумағына баруға қолданылмайтынын түсіндірді. Екі елдің азаматтары жеке істерді, туризмді, емдеуді, халықаралық тасымалдарды, транзитті, сондай-ақ іскерлік мақсаттарды жүзеге асыру мақсатында визалық талаптардан босатылады. Бұл ретте азаматтардың екі мемлекеттің аумағында болу мерзімі мемлекеттік шекараны кесіп өткен сәттен бастап 30 күнтізбелік күннен, ал 180 күнтізбелік күн ішінде жиынтық 90 күнтізбелік күннен аспауға тиіс. Қазақстандықтар визасыз 34 елге бара алады.